Сәлем оқырмандар, бүгін чебурек дайындаймыз. Ол үшін алдымен қайнаған суымызды суытып ыдысқа құйып аламыз. 8 грамм тұз саламыз. Міндетті түрде суымыз қайнаған және бөлме температурасына суылған су болу қажет. 50 грамм сұйық май құямыз. Суымыз 190 грамм. 8 грамм тұз, 50 грамм сұйық май. Және осының үстіне, қоспамыздың үстіне 500 грамм ұн саламыз. Тестімізді әбден иін қандырып, иілеп аламыз. Біріккенше барлығы холодильникке салып, кішкене 20 минуттай тынықтырып аламыз. Енді салмасын дайындайтын болсақ, салмаға мен сочный болу үшін жуаға сәл су қосып, азғантай картоп қосып, капуста қосып, блендермен езіп алдым. Тыныққан қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, өз қалауыңызша көлемін ыңғайлы қылып, бөлшектерге бөліп, салапанымызға салып, аузын жауып қойып, шетінен алып, чебурегіміздің тестісін дөңгелектеп жаямыз. Тесті тыныққаннан кейін өте жұмсақ, тез жайылатын икемді болады. Салмамызды салып, чебурегімізді жауып, қолымызбен басып алып, шанышқымен осы видеодағыдай тағы да бекітіп, аузын жауып, басып шығамыз. Менде бұл жерде астық, бірінші сортта астық болғандықтан, сәл қоңыр түсті болып көрініп тұр. Майымызды газге қойып, астын жағып қыздыра береміз. Май қызғаннан кейін алдыңғы жасалған чебуректерімізді жайлап бастап қарап майымызға сала береміз. Екі жағында қызартып, асықпай аударып пісіріп аламыз. Жасау кезінде чебуректі аузын жақсылап, саусақпен шымшып, және шанышқымен бекітіп, жақсылап жабуымыз керек. Сонда майымыз пішірлап, шашырамай піседі. Екі жағы қызарған чебурегімізді майынан сорықтырып, ыдысымызға түсіріп аламыз. Чебуректеріміз дайын болды. Ыстықтай жеуге өте дәмді, сочный болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер.